805-ші есеп. Бізде гүл шоқтары берілген екен. Қызғалдақ және наркес. Бұл екі жиын, иә? Егер 7 гүл шоғы қызғалдақтан, 9-ы наркестен, 3-і қызғалдақтан және наркестен болса, онда барлығы қанша гүл шоғы бар екен? Бізге мынандай бірінші қызғалдақтан дейді. Мынау қызғалдақтардың жиыны болсын, бұнда 7 бар дейді. Және мынау наркестің жиыны болсын, бұнда 9 наркес бар дейді. Және 3-і қызғалдақтан және наркестен болса, мына жерде екеуінің қиылысуы 3-і. Қандай жағдайда да бізде қызғалдақ пен наркес және деп тұрған сөз болса, қызғалдақтан және наркестен деген сөз болса, бұл екеуінің қиылысуы деген сөз. Мынандай белгілемен белгілейміз, иә? Қиылысуы деген сөз. Бұл жағдайда 3-ке тең. Енді бізге табу керегі барлығы қанша гүл шоғы бар екенін табу керек. Ол дегеніміз, ол мына 7-і қосылған 9 азайтылған 3. 7 қосылған 9 азайтылған екеуінің бірігуі. Сонда бізде неше болады? 7-ге 9-ды қосамыз 16, одан 3-ті азайтатын болсақ 13 болады. Не үшін біздер мына 3-ті азайттық, иә? Соны табуға тырысайық. Біздің қызғалдақтар дегеніміз не деген сөз? Қызғалдақтар дегеніміз бұл 4 қосылған 3. Неге 3? Өйткені мына жерде жалпы қызғалдақтар 7, оның 3-і мына екі жиынның қиылысуында орналасқан. Сондықтан бізде 4-і орналаспаған, 3-і орналасқан. Сондықтан қызғалдақтар 4 қосылған 3 деп жазамыз. Ал наркестер бұл бізде негізі 9, бірақ бұл 3 қосылған 6 деген сөз. Мына жерде 6-ы бар, және мына екеуінің қиылысуында тоже 3-і бар деген сөз. Барлығын қосатын болсақ, бізде мына 7-ні қосамыз, оған мына 9-ды қосамыз, бірақ екеуінде қосқан кезде біздер мына 3-ті 2 рет санап жібердік. Сондықтан ол 2 рет санап жібергесін, оны тек қана 1 рет санау керекпіз. Сондықтан 3-ті азайтып тастаймыз, сонда 13 шығады.